Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көптен күткен зефирлердің рецептісімен бөлісетін боламын. Зефирге керегі таңқурай, малина. Осыны ыдысқа салып, үстіне шекер салып, отқа қойып, шекері ерігенше араластырамыз. Қайнатудың қажеті жоқ. Тек қаттырақ ысытып, шекеріміз ергенше осылай араластырып тұрамыз. Мінекей біздің шекеріміз еріді. Енді осыны блендермен жақсылап езіп аламыз. Ситадан өткізіп аламыз, себебі малинаның сүйектері болады майда. Ол біздің зефирде көрініп қалуы мүмкін, сондықтан осылай ситадан өткізіп аламыз. Ыдысымызға салып, 2-3 минуттай араластырып суытамыз. Қол миксермен де жасауға болады. Суыған соң үстіне бір жұмыртқаның ағын жарып саламыз. Сиропын дайындаймыз. Ыдысымызға шекер, су, глюкозный сироп және агар-агарды салып, араластырып отқа қоямыз. Егер де сізде термомикс болса, 139 градуске дейін қайнау керек. Ал егер жоқ болса, мен сияқты осындай шамаға келгенше қайнатсаңыз болады. Осы қайнаған сиропты малиновый сместің үстіне аз-аздан бөліп құямыз. Және бұл бізде 7 минуттай миксерлеу керек. Мінекей дайын болды. Осындай масса болып шығады. Енді осыны өзіңізге ұнаған насадкаға салып, пергамент қағазға немесе силиконовый ковриктің үстіне осылай әдемелеп құйып шығамыз. Достар, бұл менің бірінші рет жасауым. Бірінші рет жасасам да өте керемет шықты, өзімізге ұнады өте. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады ойланбай. Дастарханның өте сәнін ашады. Әрі шаймен ішкенге өте жақсы. Міндетті түрде жасаңыздар. Зефирдің кептіру уақыты 7 сағат. Мен түнде жасап, таңертең осылай алып, бірін-біріне көлемі келетін сәйкес қойып, қант ұнтағына аунатып аламыз. Мінекей тағы біреуін жасап көрсетемін. Міне осылай қоясыз. Бұл міндетті түрде бірін-біріне жабысып қалады. Осылай қант ұнтағына араластырып, ыдысқа салып, дастарханға ұсына берсеңіз болады. Достар, бұл зефирдің дәмі әлдеқайда дүкендегі зефирлерден жақсы, әрі зиянсыз. Балалардың сүйіп жейтін тәттілерінің бірі. Менің арнама тіркеліп, колокольчикті баса кетсеңіздер, сонда мен шығарған барлық жаңа рецептілер сіздерге ескерту болып шығып тұрады. Менің арнамды соңына дейін қарағандарың үшін рахмет. Менімен бірге болсаңыздар, өте тағы да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған рецептілер Розадан.